Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі жасалу жолда өте оңай кереметтей банофи пай пирогының жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен пирогымыздың қамырын елеп дайындап аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, ұнымыздың үстінен қатты сары майымызды теркамыздан өткізіп аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды бірінші болып көре алатын боласыздар. Осылай сары майымыздың барлығын теркамыздан өткізіп дайындап алдық. Енді сары майымыз бен ұнымызды араластырып отыра крошка жасап аламыз, біріктіріп. Осылай араластырып алдым. Енді үстіне шым-шым тұзымызды, сахарный пудрамызды қосып, сәл араластырып, жұмыртқамыздың сарысын қосып, қамырымызды біріктіріп, қамырымызды илеп аламыз. Пирогымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай қамырымызды біріктіріп алдық, қамырымызды илеп алдық. Енді пакетімізге салып, тоңазытқышымызға жарты сағатқа қойып аламыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды аламыз тоңазытқыштан. Формамызды алып, сары майымызбен формамыздың барлығын сары майымызбен жағып алдық. Енді қамырымызды алып, формамызға барлық шетіне жан-жағына бортик шығара отыра жайып аламыз қамырымызды. Осылай бір келкі ғып қамырымызды жайып алдым. Енді шет-шетіндегі бортиктарын бәрін бір келкі ғып шығамыз. Піскенде пирогымыз сонда әдемі болып көрінеді. Осылай тегістеп алдық. Енді көтеріліп кетпеу үшін ортасын шанышқымызбен тесіп шығамыз. Осылай тесіп шықтым. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. 30-35 минутта пісіп шығады. Осылай менде қып-қызыл болып пісіп шықты. Енді коржығымызды суытуға қойып қоямыз. Суығанша кремімізді дайындап аламыз. Кремге сливкимізбен тек сахарный пудра пайдалансаңыздар болады. Мен осылай творожный сырды пайдаландым. Творожный сыр пайдалану міндетті емес. 100 грамм творожный сырымызға сахарный пудрамызды қосып, бір келкі болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай бір келкі миксерлеп алдық. Енді үстінен сливкимізді құямыз. Осылай сливкимізді құйып, крем болғанша, өз қалпын ұстағанша жақсылап миксерлейміз. Өз қалпын ұстап келе жатыр креміміз. Креміміз дайын, өз қалпын ұстап тұр. Креміміз дайын. Енді кондитерлік пакетімізді алып, басын қайшымызбен қырқып, мен буфи пайдың насадкасын пайдаландым. Насадка пайдаланбасаңыздар да болады. Осылай кондитерлік пакетімізге кремімізді салып дайындап аламыз. Енді формамыздан коржығымызды шығарып, қып-қызыл әдемі болып піскен асты да үсті де коржығымыздың. Коржықтарымыздың үстіне вареный сгущенкамызды құямыз. Мен 3 ас қасық вареный сгущенка пайдаландым. Одан көп қоссаңыздар, пирогымыз тәтті болып кетеді. 3 ас қасық қоссаңыздар жетеді. Осылай барлық шетіне жағып шығамыз коржығымыздың үстіне вареный сгущенкамызды. Осылай жағып дайындап алдым. Енді бананымызды турап аламыз. Осылай бананды турап алып, пирогымызға барлық шетіне бананымызды қойып шығамыз. Неғұрлым көптеу банан қоссаңыздар, пирогымыз дәмді болып шығады. Мен 3 дана банан қойып шықтым. Осылай банандарымның барлығын турап, пирогтардың істерін барлығына қойып шықтым. Енді алдын ала дайындап алған кремімізді барлық шетіне жағып шығамыз. Осылай кремдеріміздің барлығын жағып дайындап алдым. Енді креміміздің үстіне сәл-сәл какаоымызды себеміз.
осымен кереметтей банофи пай пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Әрі жасалу жолы өте оңай. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Қош, сау болыңыздар.